Қазақта Құдай атпасын деген ақша сөз бар. Маған бір келіншек хабарласып жатыр. Әпке дейді, енем 63 жаста, атам 67 жаста, сол малда отырған адамдар ғой дейді. Сонымен Құдай ұрғанда енем біраз уақыттан бері өзінен 6-7 жас кіші еркекпен байланыс жасап, оны менің күйеуім сезіп қойып, іздеріне түсіп, аңдып, ұстап алып, перепискаларын ақтарып, масқара болып жатырмыз деп біраз перепискалар маған жіберіпті. Енді әпке дейді, күйеуімнің ашуын баса алмай отырмын, оның позициясы бүкіл ел жұртты жинап алып, әкемнің алдында анамның масқарасын шығару деп отыр дейді. Соңғы кеңесті сізден алсақ, не дейсіз дейді. Енді былай айналайын жандарым, өкінішке орай қазақ қоғамында ондай жағдайлар көптеп кездесіп жатыр. Әйел өлімінің көптеген себептері осында жатыр. Әрине, заңға келген кезде себебін ешкім тарқатпайды, салдарымен күреседі. Кім жәбірлейді әйелді, сол адам сотталады. Жарайды, ел жұртты жинадыңыз, ағайынды жинадыңыз, масқара еттіңіз. Онсыз да Құдай тас төбесінен ұрып, төбесін тесіп отырған, жәбірленіп отырған, жасап қойған әйелді одан сайын қорлап, ол қорлыққа шыдамай ертең атаңыз, енеңізді өлтіріп қойып жатса, немесе ашуменен ызаланып, кектеніп, ана еркекті немесе анасын күйеуіңіз мүгедек етіп жатса, не болады? Кім жәбірледі? Сол адам сотталады. Ал сіз бала шағамен жалғызбасты ана болып қаласыз. Кім ұтады, кім ұтылады? Сондықтан да жандарым, қазақ қоғамында қазақ әйелдеріне Алла тағала ынсап берсін дейік. Ынсап берсін бізге. Құдай тас төбемізден ұрмасын деп тілейік.